Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін талшын. Соңғы уақытта тренд болып жатқан жемістерден десерт жасап көрдім. Керемет болады екен. Бірінші рет жасауым маған отбасыма өте қатты ұнады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қажет заттарды төменге жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен осылай банандарымыздың сыртын жуып тазалап, барлығын қабығын ашып алатын боламыз. Мен 6 дана банан қолдандым. Осылай барлығын қабығын ашып алып, 3 бөлікке бөліп, тарелкамызға салып дайындап қоямыз. Одан соң, осылай мороженеге арналған шпажкамызды дайындап алған банандарымыздың барлығына орнықтырып, барлығына қадап шығатын боламыз. Міне осылай барлығына қадап алдық. Енді осылай кебиемізді ашып, кивиден де жасап көрейін деп шештім. Маған барлық жеміс түрінен қызық болды. Осылай кивиемізді ашып, осылай орташа көлемде етіп турап алдық және осылай шпажкамыздың барлығын осылай қадап шықтық. Мінекей келесі жеміс түрі осылай мандаринімізді ашып алдық. Одан соң осылай шпажкаға орнықтырып шығатын боламыз. Егер сіздерде шпажка дұрыс кірілмей жатса, пышақпен астын кішкене ғана тіліп алып, осылай қадап шықсаңыздар болады. Міне осылай бананымызды, кивиімізді және мандариніміздің барлығын дайындап қойдық. Енді шоколадымызға кірісетін боламыз. Осылай Рошеннің ақ шоколадын және Қазақстан шоколадын пайдаланатын боламын. Маған ыңғайлы болғандықтан осылай кондитерлік пакетке салып алдым. Егер сіздерде болмаса, ыдысқа ертіп алсаңыздар да болады. Осылай қайнап тұрған ыстық суға шоколадтарымызды ертіп алатын боламыз. Қайта-қайта көріп, арасында ерімегендер қалып кетпеу керек, барлығын қарап ертіп алатын боламыз. Осылай ыңғайлы болу үшін кең ыдысымызға салып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстінен осылай 5-10 мл сұйық май қосып жасайтын боламыз. Қоспай жасауға да болады. Егер қосып жасайтын болсаңыздар, жемістеріңіздің сырты жылтырап, керемет үйлесетін болады. Ешқандай сұйық майдың дәмі шығып кетпейді. Осылай дайын болған шоколадымызға барлық жемістерімізді малып аламыз. Астына пергамент қағазын төседім. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Және егер сіздер шоколадты ерту барысында дұрыс ерткен болсаңыздар, осылай жемістеріміз қойған күйі 10-15 минут көлемде қатып қалатын болады. Ал егер шоколад қатты сұйық болып кетсе, ол кезде 1 сағат көлемінде холодильникке қалдырсаңыздар да болады. Қатпай тұрып осылай отыра салдық. Мінекей біздің десерттеріміз дайын. Бірінші рет жасап көруім өте керемет болып шығады екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің парақшам пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мінекей менің қызым да жек көріп жатыр. Оған да өте қатты ұнапты. Сіздермен болған талшын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.